Жаз бойы бағып қаққан құстарымызды өртеуге бермейміз. Ал керек болса, солтүстік қазақстандықтар осылай деп бекініп отыр. Өңірде құс тұмауының ошағы табылған Новорыбинка елді мекенінің тұрғындары қазір қанаттыларын тығып, қамауда ұстап бағуға мәжбүр. Ауылдықтар жауапты мамандардан сау құстарға екпе жасатуды талап етіп отыр. Ал көбі бұл жаңалықты ести сала қаз үйректерін қысқа азыққа соя бастапты. Как это я отдам свою птицу? Я буду воевать, я буду кричать, я буду гнать, но я их не пущу, чтобы мне вот это сначала сделать. Новорыбинка ауылының тұрғыны Нина Рафальская тауық, үйрек, қаз ұстайды. Негізгі күнкөріс көзі де осы. Құс тұмауы басталғаннан бері 100-ге тарта құсын сыртқа шығармай қамап тастаған. Пришли работники акимата. Әкімдік қызметкерлері келіп, кімде қанша құс бар екен санап кетті. Не үшін деп сұрап едік, нақты жауабын айтпады. Естуімше бәрін өртеп жібермек. Содан бері жұрт құстарын тығып отыр. Бұл хабарды естіген тұрғындардың дені жаз бойына бағып қағып өсірген құстарын соя бастаған. Себебі қыста азықсыз қаламыз ба деп алаңдайды. 40 уток было, зарубил. 40 бас үйрегім болды. Амалсыздан сойып тастадым. Қазір кішкентайлар ғана қалды. Қызым өсірді ғой. Бәрі де сап-сау. Ал әкімдіктегілер болса, барлығын жоямыз дейді. Ауырмаса, біз оларды не үшін беруіміз керек? Мұнда құстар қыркүйек айының басында қырыла бастапты. Бүгінге дейін шамамен 400 бас қанатты өлген. Бірақ соңғы аптада бірде-бір өлім жітім тіркелмеген. Ауылда құс тұмауының ошағы табылғаннан бері жергілікті халықта маза кеткен. Қазір тұрғындар құстарын қамауда ұстап отыр. Тіпті көшеде жайылып жүрген қанаттыларды да кездестірмейсің қазір. Жауапты мамандардың пайымдауынша аталған ауылда 2800-ге жуық құс бар. Енді талап бойынша жақын күндері олардың барлығы өртеледі. Вся птица по закону уничтожается путем сжигания. Індет табылған аумақтан барлық құс жойылады. Ол ауру не сау болсын бәрібір. Заң сондай. Мұнда екпе жасатылмайды. Ережеге бағынуымыз қажет. Халық қазір мұны дұрыс түсінбей шу шығарып жатыр. Сәйкесінше тұрғындарға өтемақ төленеді. Ол үшін комиссия құрылды. Новорыбинка қазір карантинге жабық. Ауылдың шетіне блок-бекет орнатылып, мамандар күні-түні кезекшілікке көшті. Яғни бұл жерден құс еті мен өнімдерін тасымалдауға шектеу қойылды. Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, қорытынды жаңалықтар, Солтүстік Қазақстан облысынан.